Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен сарымсақпен нан, яғни чесночный хлеб даярлайтын боламыз. Чесночный хлебті әртүрлі тағамдармен, суптармен ұсынсаңыз болады. Оның сырты қытырлап тұрады, ал ортасы өте жұмсақ болып келеді. Иісі аңқып тұрады. Сарымсақтың пайдасын, оның вирустарға қалай қарсы тұратынын мен айтпасам да, өздеріңіз де жақсы білесіздер. Ал ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Алдымен батон немесе багетті ұзынша етіп кесіп даярлап аламыз. Барлығы видеода жақсы көрсетілген. Сарымсақты майда үкіштен өткізіп аламыз, немесе чеснокодавкамен езіп аламыз. Комната температурасында тұрған жұмсақ сары майға сарымсақтың барлығын қосамыз. Аскөк, яғни укропты қосамыз. Мен замороженный укропты қолдандым. Бір шымшым тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен тұз қоспадым, себебі менің сары майым тұздалған. Противеннің үстіне пергамент қағазын төсейміз. Нанға даярлап алған сары майды жағып шығамыз, оны противеннің үстіне орналастырамыз. Барлығын жағып даярлап алғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 5-7 минут көлемінде ұстаймыз. Нанның сырты қытырлап, аздап қызаруы тиіс. Сырты қытырлақ болғанымен іші өте жұмсақ болып келеді. Достар, менің каналымнан ерекше тағамдардың жаңа видеосын жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы 8 наурыз мерекесіне керемет рецептермен бөлісетін боламын. Сонымен қатар WhatsApp арқылы менің видео рецептермен жақындарыңызбен бөліссеңіздер болады. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.